Қарсы жүріп, тағдыр соққан дауылға, төзіп бірдей жеңілменен ауырға. Жоқ жітіктің елемей ақ қыспағын, көп балалы үй тұрып жатыр ауылда. Тірлігінен, үй ішімен даланың, сіңбіруге уақыты жоқ ананың. Тыным таппай күйбеңдейді күн ұзақ, қамын ойлап 7-8 баланың. Тамағалар табысына бір айғы, байғұс әке жоқтан барды құрайды. Таңмен кетіп жұмысына кеш келіп, өлеп талып төсегіне құлайды. Сенім долар бір сәуленің бар анық, жай күйінің кетеріне оңалып. Қайран ана қой демейді балаға, жүрсе дағы етегіне оралып. Бала бақыт біреу оған зәру ме, шат күлкісі дертке шипа дәру ме. Тарылмай-ақ қос бөлмеде бақытты 10 шақты жан тұрып жатыр тар үйде. Бір орында тұрмас бала өседі, пейілі кең жанға бәрі жетеді. Үкіметтің азын-аулақ ақшасы кішкентайдың жөргегіне кетеді. Қызық көрген сәбилердің қылығын, ата-анаға бақыт бөлек бір ұғым. Мойымастан тарлығына тағдырдың, балалы үйдің көріп жатыр қызығын. Тас болмаса кеудесінде жүрегі, бақытын тек ана болған біледі. Бұл заманда мұнша тұлт не керек, деп біреулер сырттарынан күледі. Жайсаң мінез, күн шуақтай көктемгі, білмей тұғын ашуыза өкпеңді. Қайран ана қысылмайды, өйткені көп балалы жанұяда өскенді. Кінәлаған өкімет заманды, біреулер жүр күстән алап қоғамды. Қазағыма жанын салып, жан қосқан, ей аналар, кім көтерер бағаңды. Үлгі болып, ағайын мен бауырға, бірдей төсіп жеңілменен ауырға. Байқамай-ақ қиындығын тірліктің, көп балалы үй тұрып жатыр ауылда. Байқамай-ақ қиындығын тірліктің, көп балалы үй тұрып жатыр ауылда. Кенжемұрат Сақтаған, оқыған Эльмира Сәрсенбайқызы.